Өз күнәсін мойындау және шын жүректен өкіну жауапкершілікті және жазаны жеңілдететін мән-жайлар болып табылатынын түсіндіремін. Өз жауаптарыңызды уәждеуге құқылысыздар. Сіздердің жауап беруден бас тартуыңызды сот кінәларыңызды мойындамайды деп түсінеді. Түсінікті ме? Жақсы. Сотталушы Насыл, сіз тағылып отырған айып бойынша өз кінәңізді мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бапты мойындайсыз, қай бапты мойындамайсыз? Шырзат Болатқа пышақ сұққан мен емес, мен Нұрғанат Айтбаевқа. Жақсы. 99 баптың 2-ші бөлігін мойындамайсыз. 24-ші баптың 3-ші бөлігі, 99-ші баптың 2-ші бөлігі Айтбаевқа қатысты. Мойындайсыз ба кінәңізді? Мойындайсыз ба? Айтбаевқа қарсы мойындаймын. 293-ші баптың 3-ші бөлігімен кінәңізді мойындайсыз ба? Қылмыстық кодекс. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Сакиев, сіз кінәңізді мойындайсыз ба? Жоқ, мойындамаймын. Толық көлемде мойындамайсыз ба? Толық көлемде мойындамаймын. Мен өзім берген емді мойындаймын істеген затымды. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Белғожаев, сізге тағылған айыпты мойындайсыз ба? Айыптау актісі бойынша. Тыныш. Кім сөйлеп отырған? Маған тағылған айыптау актісі бойынша келіспейтін жерім бар. Жоқ, кінәңізді 293-ші баппен 3-ші бөлігімен тағылған айыпты мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бөлігінде мойындамайсыз? 293-ші баптың 3-ші бөлігіне. Онда мойындамайсыз ғой. Сіздің өзіңіздің іс-әрекетіңіз басқа қылмыстық кодекстің басқа бабы деп айтпақшысыз ба? Жоқ. Арасындағы бір моменттер бар, сол жерді мойындамаймын, қалған өзімнің істеген әрекеттерімді толық мойындаймын. Жоқ, сіз маған нақты айтыңызшы, қылмыстық кодекстің 293-ші бабының 3-ші бөлігімен тағылған айыпты мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба? Ол тағылған айыпты мойындаймын. Жақсы, рахмет. Жаңағы жерде пышақтың сабымен ұрған жоқпын. Жақсы, рахмет. Әскентай, Мен, сіз тағылған айыпты мойындайсыз ба? құрметті сот іс-әрекеттер құжаттар бойынша, бейне жазбалар бойынша сол кездерде Түсінбедім сізді. іс-әрекеттерімді сол бейне жазбалар құжаттар бойынша іс-әрекетмен сол. Жоқ, жаңа құрметті мемлекеттік айыптаушы оқып шықты ғой айыптауды. Сол бойынша сізге айып Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабының 3-ші бөлігімен тағылған. Осы айыпты мойындайсыз ба? Іс-әрекет бойынша, құрметті сот, мен бұл жерде жазыстан өзім соққа алып таяқ жедім. Жақсы, онда сот бұл жауабыңызды кінәні мойындамайды деп түсінеді, дұрыс қой? Жақсы, отыра беріңіз. Ильясов, Мен сіз кінәңізді мойындайсыз ба? мойындамаймын. Рахмет, отыра беріңіз. Тоқтаубаев Азамат, Мен сіз кінәңізді мойындайсыз ба? жартылай мойындаймын. Қайсысын мойындамайсыз? Бұл жерде 293-ші баптың 3-ші бөлігін көздеп қойған, яғни қолымда пышақ болды деп. Мен қылмыс болған жерде болдым, мойындаймын, бірақ қолымда ешқандай пышақ болған жоқ, құрметті сот. Екіншіден 188-ші баптың 1-ші бөлігін маған іліп қойыпты. Мен ол 188-ші баптың 1-ші бөлігін мойындамаймын. Мен өйткені ол ұрлау мақсатында алмадым, құрметті сот. Рахмет, отыра беріңіз. Тоқтаубаев Нұрбол, Мен кінәңізді мойындайсыз ба? кінәм жартылай мойындаймын, құрметті сот. Себебі 293-ші бөлігінде мен ондай жерде қару-жарақ ұстаған жоқпын, және Шерзат Болатқа қолым ұшуда тиген жоқ. Нұрғанат Айтбаевты тепкенімді растаймын, мойындаймын. Рахмет, отыра беріңіз. Қали Ахмет, Құрметті сот, мен толық мойындамаймын, 293-ші баптың 3-ші бөлігі. рахмет, отыра беріңіз. Ысқақ, Құрметті сот, мен толық мойындамаймын, 434-ші бапты. рахмет, отыра беріңіздер.